Ал ағайын туысқандар, қоңсымның қызы, сұлу қыз деген терменің жалғасы өмірімді өзгерткен 2 жыл дейді. Бірінші қоңсының қызынан айырылғаннан кейін, қол жетпей қалғаннан кейін, бұл институтты тастап, өтініш жазып армияға кетеді ғой. Сөйтіп армияға кетіп бара жатқанда бір қызбен танысады. Ол қыз күтетін болады, бұны жаққа шығарып салады. Қыздың бетінен бір сүйеді де бұл армияға кетеді. Армияда жүрсе, қыз қашып кетті. Сонда жазған өлең екен, өмірімді өзгерткен 2 жыл деген. Қабылдаңыздар. Ұнатып едім сені мен, ғашық едім өзіңе. Айлы түнде жүріп ек, қол ұстасып кезінде. Ерінге ерін тигізіп, сырласып едік екеуміз. Жаққандай сонда болып ек, махаббаттың отын біз. Жаққандай сонда болып ек, махаббаттың отын біз. Отан қорғап жүрдім мен, әр күні ойда болдың сен. Армандарым көп еді, жолықтырсам сені мен. Су сепкендей басылды алдағы асыл армандар. Тұрмысқа шығып кетіпсіз, күте алмастан 2 жыл. Тұрмысқа шығып кетіпсіз, күте алмастан 2 жыл. Бақытты бол өңірде, көгерген шалқы көгімде. Құдай қосқан қосағың сыйлап өтсін өмірде. Халқымның санын көбейтіп, үлес қосқан еліме тек жақсылық тілеймін, сендерге жаным өмірде. Тек жақсылық тілеймін, сендерге жаным өмірде. Талай жылдар өтсе де, есімнен менің шықпайсың. Өзіңе арнап жазып ем, соны жаным ұқпайсың. Жастық шаққа ой тастап, қарасам ескі альбомға, жымиып қарап тұрасың, үн қатпайсың бірақ та. Жастық шаққа ой тастап, қарасам ескі альбомға, жымиып қарап тұрасың, үн қатпайсың бірақ та. Деп атамыз жаңағыдай жазған екен, өмірімді өзгерткен 2 жыл деп. Сол армиядан келгеннен кейін 2 қыздан айырылды. Армиядан келгеннен кейін бір қызың сыртынан ғашық болып, сол қызды алып қашады ғой атамыз. Ол қыз 1 ай, 1,5 ай тұрады да, мен сүйген жігітім бар деп, яғни мен жолдас жігітімді тастап, тұрмысқа шығып кетеді. Сонымен бұл атамыз, қазір 80-ден асқан атамыз, ол кезде жас қой. Қимаймын жаным өзгеге деген өлең жазған екен. Ол 3-ші бөлімі, қабылдаңыздар. Қимаймын жаным өзгеге дейді.